Анашым, мен алтыдан деген сөздегі ыл әліпін дұрыс айта алмаймын. Маған үйлетші. Келе ғой құлыншағым, үйретемін. Кел бірге үйренейік, дұрыстап біз сөйлейік. Артымнан қайталам, тіліңді таңдайға қой, енді сыртқа үрлей ғой. Арыстан күртішқан. Анашым, мен кішкене үйреніп келе жатқан сияқтымын. Қалай ойлайсыз? Я балам, тағы бір қайталасаң, сенің қолыңнан келеді. Кел бірге үйренейік, дұрыстап біз сөйлейік. Артымнан қайталам, тіліңді таңдайға қой, енді сыртқа үрлей ғой. Арыстан күртішқан. Анашым, тыңдашы, мен үйрендім. Арыстан күртішқан. Алақай анашым, бұл өте оңай екен ғой. Достар, кеттік, жаңылтпаш айтып жарысайық. Я, кеттік, жарысайық. Қоңдық жаңа қоңысқа, қалың екен жоңышқа. Қоңыстағы жоңышқа, оралады қонышқа. Алақай! Вау, Тентек, сен жаңылтпашты күшті айтып жатырсың ғой. Әрине, ол мен ғой. Қоңдық жаңа қоңысқа, қалың екен жоңышқа. Қоңыстағы жоңышқа, оралады қонышқа. Тентек, сен бара-бара тезірек айтып жатсың ғой. Әрине, мен одан да тезірек айта алам. Қоңдық жаңа қоңысқа, қалың екен жоңышқа. Қоныстағы жоңышқа, оралады қонышқа. Тентек, мықтысың ғой, одан да тезірек айта аласың ба? Онда әнді тездетіп қояйық. Қоңдық жаңа қонысқа, қалың екен жоңышқа. Қоныстағы жоңышқа, оралады қонышқа. Көрдіңдер ме, мен қалай тез айттым? Солай ма? Қазір онда мен саған одан да тездетіп қоямын. Қоңдық жаңа қоңысқа, қалың екен жоңышқа. Қоныстағы жоңышқа, оралады қонышқа. Ля, көрдің ба? Қара, қазір одан да тезірек айтамын. Қоңдық жаңа қонысқа, қалың екен жоңышқа. Қоныстағы жоңышқа, оралады қонышқа. Жарайсың, Тентек. Енді одан да тезірек айтып көрші. Қоңдық жаңа қоңысқа, қалың екен жоңышқа. Қоныстағы жоңыш, оралады. Ой, шатасып кеттім. Балақайлар, не істейміз? Келесісіне көшеміз бе? Онда, достар, келесі жаңылтпашты мен айтамын. Яма, достар, кеттік. Жоғалды бес шыбыш, жоқ әлі еш сыбыс. Жоқ әлі еш сыбыс, жоғалды бес шыбыш. Вау, қандай күшті жаңылтпаш, достар. Енді бұдан да тез айтып көрейін. Жоғалды бес шыбыш, жоқ әлі еш сыбыс. Жоқ әлі еш сыбыс, жоғалды бес шыбыш. Дарын, қалай ойлайсың? Мен бұл жаңылтпашты бұдан да тез айта алам ба? Білмеймін, кәнеке айтып көрші. Жоғалды бес шыбыш, жоқ әлі еш сыбыс. Жоқ әлі еш сыбыс, жоғалды бес шыбыш. Жарайсың татты. Бірақ одан да тезірек айтып көрші. Кәне көрейік. Жоғалды бес шыбыш, жоқ әлі еш сыбыс. Жоқ әлі еш сыбыс, жоғалды бес шыбыш. Көрдің бе, Дарын? Мен бұдан да күшті айта аламын. Дұрыстап тыңдап. Жоғалды бес шыбыш.
шыбыш, жоқ әлі еш сыбыс, жоқ әлі еш сыбыс, жоғалды 5 шыбыш. Ой, бұл жеңіл ғой. Қазір бұдан да тезірек қойып берем. Соны айтып көрші. Жоғалды 5 шыбыш, жоқ әлі еш сыбыс, жоқ әлі еш сыбыс, жоғалды 5 шыбыш. Жарайды. Қазір бұдан да тезірегін қоям. Соны айтып көрші. Жоғалды 5 шыбыш, жоқ әлі еш сыбыс, жоқ әлі еш шыбыш. Ой, шатасып кеттім ғой. Келесі жаңылтпашқа көше берейікші. Я, келесісіне көшейікші. Менің кезегім келді ме? Кеттік, менімен бірге айтайық. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқ арқар бар. Қиын жаңылтпаш екен, я? Қалай ойлайсыңдар? Бұдан да тез айта алам ба? Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқ арқар бар. Достар, қарға сияқты қарқылдап кеттім ғой. Қар, деп кеттің ғой шынымен. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқ арқар бар. Достар, жылдамдық қалай? Әлде бұдан да тезірек айтайын ба? Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқ арқар бар. Мә, дарын сен трактор сияқты гүрілдеп кеттің ғой. Қыр деп. Шынымен. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқ арқар бар. Мә, дарын сен күшті айтып келе жатсың ғой, бірақ келесінде шатасып қалатын сияқтысың. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқ арқар бар. Көрдіңдер ме? Мен сендерді жеңіп алам. Қазір бұдан да тезірек айтамын. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда 40 арқар бар. Ой, шатасып кеттім. Шатасты. Жарайды, ұтылдым. Қош болыңдар. Сау болыңдар.